Ассалаумағалейкум қазақ елі. Біз саясатқа араласпаймыз ғой, иә. Соғыс болмаса болды. Теміртауда білесіздер, шахта жарылды, адамдар өлді. Енді қараңыздар. Қазір Ресейде сол Карметке, Теміртауға директорды іздеп жатыр. Вице-президент, менеджер, қысқасы 130 адам басқаратын Ресейден орыстарды қазір мына жерде сайт саламыз. Қысқасы Назарбаевтан тартып алып орыстарға беріп жатыр Тоқаев. Бірақ бізге жаңалықтарды айтады. Активтарды елге қайтарып жатыр. Оны кім көріп жатыр? Ол қайда ол ақша, біз көріп жатырмыз ба? Сондықтан солай жігіттер, енді орыс бастықтар келеді Ресейден. Казатомпромды 100% уран шығаратын жерлердің бәрін Ресей алды. Қысқасы соғыс керек емес, соғыс болмайды, қазақ танкпен кірмейді. Келетті, бізді басқарады. Тағы да айтам, тіліне ие бола алмаған адам, халық жеріне де ие бола алмайды. Айырылдық, егемендігімізден айырылдық. Осылай отырамыз, соғыс болмаса болды деп. Еркектер үйлене алмайды, қазақтардың саны олай көбеймейді. Мысалы өзбектер таможенный союзда жоқ, 38 миллионға жақындады. Біз таможенный союздамыз, санымыз не көбеймейді, не азаймайды. Біз саясатқа араласпаймыз.